Көп адам Франция тек Еуропада орналаспағанын білмейді. Шындығында Францияға мына аумақтардың бәрі тиесілі. Сонымен Франция неге ие? Франция мына кішкентай аралдың жартысына иелік етеді. Ол Нидерландпен шектеседі. Сонымен қатар Франция Гваделупа, Мартиника және Сент-Портқа ие. Бірақ осы аумақтардың ішіндегі ең үлкені Француз Гвианасы. Бұл Францияның ең ұзын шекарасы. Франция сонымен қатар Канадаға жақын мына кішкентай аралға иелік етеді. Үнді мұхитында Францияға тиесілі 3 арал бар. Онда адамдардан гөрі пингвиндер көп. Франция Рейньон және Майотта аралдарына да иелік етеді. Бұл аралдар Франция әскері үшін стратегиялық маңызға ие. Тынық мұхитында Францияға француз Полинезиясы тиесілі. Онда Тайти, Бора-Бора аралдары және 1960 жылдардағы Францияның ядролық сынақ алаңдары орналасқан. Тынық мұхитының екінші жағында Францияға Жаңа Каледония тиесілі. Ол 2018 жылы Францияның бір бөлігі болып қалуды таңдады. Бірақ бұл аз болса, Франция Антарктиданың бір бөлігінде иеленеді.